Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Бауырларым, қарындастарым, өзімнің басымнан өткен оқиғамен бөліскім келеді. Осыдан бірнеше уақыт бұрын анасы қатерлі ісікпен ауырып жатқан досымның хал жағдайын сұрауға бардым. Анасы соңғы 5 жыл бойы аурумен күресіп келген екен. Досымның анасына өлім сәті таяп жатыр деген суық хабарды естідім. Сөйтіп, бауырымның қиын сәтінде жанына бардым. Ол маған анасының сакаратул мәут деп аталатын күйде екенін, талып қалып қайта есін жиып қиналып жатқанын айтты. Қатерлі ісігі толығымен тарап кеткен екен. Досымның қасына отырдым. Біз оның анасы туралы сөйлесіп отырдық. Досымның көздері жасқа толды. Анасын қимағандықтан көңілі босап отырған болар деп ойладым. Сабырға шақыруға тырысып, бұл өмірдің заңдылығы екенін есіне салдым. Ол маған, мен анамды әлбетте қимаймын, бірақ анамның өлетінін ойлап жылап отырған жоқпын деді. Не себепті жылап отырсын дедім. Менің жылауымның себебі, мен осы жасқа келгенше анамның жасаған жақсылықтары үшін ешқашан рахмет айтпаппын. Шынымды айтсам, осы сөздерді естігенде не дерімді білмей есеңгіреп қалдым. Осы жасқа келгенше өмірімде анама бір рет болса да рахмет анашым демеппін. Қазір анам келесі бөлмеде отыр. Анам әлі де тірі, бірақ есін жоғалтып алып, қайта жиып отыр. Қазір барып рахметімді айтсам да, анам айтқан сөздерімді түсінетін халде емес. Бауырларым, қарындастарым, бұл сөздер маған қатты әсер етті. Біздің баршамыздың анамыз бар. Аналары әлі қастарында болған бақытты бауырларыма айтарым. Менің анам осы жасқа жеткенімше қасымда болды. Әрдайым көмек беріп қасымнан табылған, ешқашан жоқ демеген, әрдайым демеу болған. Ал мен болсам анама бір рет болса да рахмет демеген. Міндетті түрде гүл апарып рахмет айтудың қажеті жоқ. Шын жүрегіммен рахмет деп айтсам да жеткілікті. Егер анам қазір қасымда болса, қиын сәттер келмей тұрып, анама шын жүрегіммен рахметімді айтып алар едім. Бауырларым, қарындастарым, бауырымның айтқан бұл сөздері құлағымда жаңғырып тұр. Ал сен қашан анана рахмет айттың? Анаңның саған жасаған жақсылықтарын шынайы түрде бағалап, ризашылығыңды білдірдің? Әлде анамыздың бізді тастап кеткеннен кейін жақсылықтарын еске алып, рахмет айту, жақсылық істеу мүмкіндігімізді өткізіп алғанымызға өкінетін күнімізді күтіп жүрміз бе? Білесіздер ме, бауырларым, көптеген мемлекеттерде арнайы күнді белгілеп, аналар күнін тойлайды. Бұл нәрсе менің жүрегімді қынжылтады. Себебі, ақиқатына келсек, исламда аналар күні дейтін күн әрбір күніміз. Біз бір жылда бір күнімізді арнамаймыз. Анашым, сені осы күнмен құттықтаймын демейміз. Алайда, біле білсек, бізге Алла мен оның елшісі, оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, анамызға әрдайым, әрбір күнімізде жақсылық істеуге бұйырған. Бір адам пайғамбарымызға, көпшілік бұл хадисті қате түсініп жатады. Ол адам, я Алланың елшісі, кімге жақсылық істеуім керек? Анана. Кейін кімге? Анана. Одан кейін кімге? Анана. Кейін кімге? Кейін әкене. Көпшілік осы хадистен анамыз махаббатымызға ең лайық адам деп түсінеді. Жоқ, сенің жақсы мәмілеңе, сенің уақытына, сенің махаббатына, барлық жақсылығына ең лайық жан. Бүкіл адамнан артық тұратын адам, ол сенің анаң. Кейін анаң, кейін әкен. Бауырларым, қарындастарым, қорыта айтқанда, егер анаңыз қасыңызда болса, анасы дүниеден өтіп кеткеннен кейін ғана, анам қасымда азғантай уақыт болғанда ғой, рахметімді, ризашылығымды айтар едім деп ақ ұратындардан болмаңыз. Егер анаңыз әлі тірі болса, анаңызға барыңыз. Алла үшін, анаңызға жүгіріп барыңыз, жүгіріңіз. Анаңызға шын жүрегіңізбен рахметіңізді айтыңыз. Алла Тағала бізді ата-анасына қамқор болатын, оларға жақсы мәміле жасайтындардан етсін. Аллах Тағала ата-анамызға жәннатты нәсіп етсін.